Ұшқан бақ екінші бөлім. Осылай жүргенімде ауылдан күйеуінен қашып, ажырасамын деп екі баласымен жылап-сықтап артымыздан әпкем келді. Сөйтіп, анам әпкеме де квота туралайтын болып, жанымызда қалуына рұқсат беріп алып қалды. Әпкем келгеннен кейін біз Майра хозяйкамның ауласындағы 3 бөлмелі времянканы жалдап, сонда көшіп кеттік. Майраға менің жанында тұрғаным ыңғайлы еді. Ал маған Серіктің үйіне жақын тұрғанымыз жақсы еді. Тым болмаса оны сыртынан көріп тұрар едім. Бұл кезде әкем бір мекемеге ұста болып орналасқан болатын. Ал әпкем орталық маңындағы бір кафеге ыдыс жуушы болып жұмысқа тұрды. Содан бір күні әпкеме ішкі сырыммен бөлісіп, ғашық болып қалғаным жайлы айтып едім. Әпкем: «Жансая, сүйіп қалсаң бақытың үшін күрес, ұялмай-ақ алғашқы қадамды өзің-ақ жаса», деп бар ақыл кеңесін айтты. Содан бір күні әпкем екеуміз кешкісін жай серуендеп жүргенге ұқсап, Серіктің үй жағына бардық. Дарбазасынан ақырын сығалап қарасам, көлігі тұр екен. Мұны көріп қуанып кеттім. Жүрегім дүрсілдеп сала берді. Әпкеме ақырын ғана: «Үйінде екен, қаладан келгенге ұқсайды», деп едім. Әпкем: «Үйлерінің телефон номерін біліп алайық та, сосын звондайсың», деп әпкем сол көшеде дүкенге кіріп, сатушы тәтеден Серіктің үйінің телефон номерін алып шықты. Сөйтіп үйге барғаннан кейін Майраның үйіндегі телефоннан Серіктің үйіне хабарластым. Ғашықтық сезімі ғой мені мұндай қадамдарға итермелеген. Оның үстіне анам да құлағыма құя беретін: «Жақсы отбасына жергілікті жігітке тұрмысқа шық», деп. Содан тұтқаны әйел кісі көтерді. Анасы болар деп шамаладым. Амандасып Серікті сұрап едім. Ар жағына айқайлап шақырып жатты. «Секош, тұтқан алшы, құрбыларыңның бірі хабарласып жатыр», деп шақырды. Серіктің даусын естігенімде тұла бойым бір түрлі шымырлап кетті. Амандық сұрасып хабарласқаныма таң қалмады. Өйткені үйінің телефон номерін өзі бердім деп ойлап қалды. Сөйтіп кешке кездесетін болдық. Сол күні Құдай жар болып, ата-анам Қарақалпақстандағы үй сатылатын болып, шұғыл жиналып түстен кейін жолға шығып кетті. Әпкем кешкі кездесуге мені барынша дайындап, асықпай қыдырып кел деп шығарып салды. Серік көлігімен дарбазаның алдына келіп тұр екен. Барынша әрленіп, сәнденіп шыққан маған басымнан аяғыма дейін тамсана қарап қалғандай еді. Сөйтіп менің өтінішім бойынша Алматыны қыдыртуға қалаға алып шықты. Мұнда келгенімізге бір шама уақыт болса да қаланы көрмеген болатынмын. Алматы әсем қала, арман қала деп босқа айтпайды екен ғой. Көшедегі шамдардың жарықтары шағылысып, түнгі қала керемет әдемі еді. Серік қаланы таныстырып келеді. Өзі сондай келісті жігіт еді. Ойнақы мінезі, сөйлеген сөзі, әтірінің иісі адамды ерекше баурап алатын. Сол кеште алғаш рет жігіттің құшағын сезініп, алғаш рет сүйістім. Бірақ одан арыға бармадық. Мен Серікке пәк екенімді және оған дейін ешқандай жігіт атаулыға саусағымның ұшында ұстатпағанымды айтып едім. Ол түсінгендей болды. Сөйтіп сол кештен кейін кездесіп тұратын болып келісіп, мені үйге дейін әкеліп тастады. Келген соң әпкем кездесу қалай болды деп сұрап еді. Мен еш сырымды бүкпей барын айттым. Сонда әпкем: «Жансая, сен пәкпін деп өзіңше болып жолатпай қойсаң, ол саған үйлене қояды деп ойлама. Мұнда не көп қыз-келіншек көп. Өзіне керегін басқадан-ақ тауып алады. Мен Серік жайлы сұрастырып білдім. Артынан жүгіретін қыздары көп екен. Осы ауылдың серісінің біріне ұқсайды. Қалада қалыңдығы да бар дейді ме. Общем, оны сүйсең бақытың үшін күрес дейді». Сонда мен не істеймін деп едім. Оған: «Берілесің де аяғым ауыр, мен аласың. Болмаса анам мінезі жаман, сені сотқа береді деп айтасың». Әке-шешесі осы ауылдағы абыройлары үшін ұлдарын үйлендіреді. Әкесі ар-ұят пен намысты жоғары қоятын текті әулет екен. Болмаса басқалай сүйгеніңе тұрмысқа шыға алмайсың.
оны қалыңдығынан тартып алуын қажет деген соң ойланып қалдым. Содан ертесінде кешке қарай көшеде серуендеп жүргенге ұқсап Серіктің үй жағын қарауылдадым десем де болады. Өйткені кешке қарай қалаға қайтамын деген болатын. Арада 1 сағаттай уақыт өткеннен кейін дарбаза ашылып ар жақтан Серіктің көлігі көрінді. Мен жалма-жан теріс бұрыла салып жол жиегінде кетіп бара жатқандай кейіп таныттым. Тек сәлден соң ғана артқы жақтан көліктің жүріп келе жатқан дыбысы естілгенде артқа бұрылып қарадым. Әрине Серік мені бірден көрді. Сөйтті де жаныма келіп тоқтай қалды. «Жаник, сәлем, кештетіп көшеде не істеп жүрсің?» деп еді. Мен көңілсіз кейіп танытып, әпкемен ренжісіп қалып едім, үйге кіргім келмей көшеде жүрмін дедім ұялмастан. Ал ол болса дереу көлігінің есігін ашып, «Кел отыршы, бір жерге барып асықпай отырып сөйлесейік» деді. Сөйтіп мен әпкемнің ақылын тыңдап, сол түні Серікпен бірге қонақ үйде қалып қойдым. Ештемені ойламадым. Ғашығымның құшағында сезімге беріліп, махаббатқа мас болдым. Мен еш қарсылықсыз Серікке беріле салдым. Таңертең ол менің пәк екеніме көзі жетті. Сөйтіп бұл ісімізге өкінгендей болды. Әлде маған солай көрінді ме? Әйтеуір көңіл күйі болмады. «Жаник, сені таксиге салып жіберейін, ренжімейтін шығарсың, маған жұмысқа бару қажет» деп селоға таксиге отырғызып жіберді. Мен болсам, бар ойым қайтсем де өзім ғашық болып, құлай сүйген жігітке тұрмысқа шығу еді. Серіктің отбасы анамның да көңілінен шығары анық еді. Ал Серік мені аяп, жұбатпақ болып, көңілімді көтермек болып, дәмханаға апарған болатын. Қайтарда үйге жеткізіп салмақ болып еді. Мен үйге барғым келмей тұр деген соң қонақ үйге апарды. Бір бөлме жалдап екеуміз сонда бірге болдық. Содан менің көңіл күйім тамаша болып үйге оралдым. Келе салып болған жағдайдың барлығын әпкеме баяндап бердім. Сөйтіп едім, әпкем, «Енді ол жігітті уысыңнан шығарма, қалайда соған тұрмысқа шығатын бол, ауылға келген сайын жанынан табылатын бол» деп нықтап айтты. Сөйтіп мен Серік келген сайын ебін тауып кездесетінмін. Үйіне звондап, болмаса үй жағынан кездесіп қалғандай көлігінен түспейтін болдым. Осылай жүргенімізде арада 1 айдай уақыт өткен соң аяғым ауыр екенін білдім. Мұныма қатты қуандым. Сөйтіп Серіктің қаладағы жұмысына хабарласып, шұғыл келуін өтіндім. Ол аптаның соңында келемін дегеніне қарамастан шақырып алдым. Сөйттім де аяғымның ауыр екенін айттым. Сөйтіп едім, Серіктің түрі бозарып сала берді. Сөйтті де, «Жаник, мен саған ештеме уәде берген жоқ едім. Саған үйлене алмаймын. Ақша берейін, кеш болмай тұрғанда барып алдыртып таста» деп тоқ еткізді. Көзімнен ыстық тамшылар домалап, омырауым су бола бастады. Одан мұндай жауап күтпеген едім. Сонда мені сүймегені ме, әлде мені өзіне тең көрмегені ме? Ал бейкүнә шарана ше, тым болмаса оны да аямағаны ма? Деп көз алдым тұманданып кетті. Сөйтіп қолындағы ақшаны жұлып алдым да, «Оңбаған екенсің» деп көліктің есігін жұлқи ашып түсіп бара жатыр едім. Ол артымнан, «Өзің емес пе маған жабысып артымнан жүгіріп жүрген» деп жатқанда, екі қолыммен құлағымды тарс шауып, ызаға булығып жылап, үйге қарай жүгіре жөнелдім. Ол болса жанымнан зу етіп шаңдатып өте шықты. Теңселіп үйге әзер жеттім. Кіре салып төсекке етбетімнен жата қалып, солқылдап жылай бердім. Бұл кезде анамдар әлі ауылдан келмеген болатын. Жаныма әпкем келіп, «Әй қызау, не болып қалды?» деп сұрап жатыр. Мен жылаған күйі әпкеме болған жағдайдың барлығын айтып бердім. Оған да ренжідім. «Сенің ақылыңды бекер тыңдаппын. Енді не істеймін? Ойнап жүріп от бастым. Аяғым ауыр, ал Серік болса алдырып таста, үйленбеймін деп кетті. Не істеймін енді?» деп солқылдай беріп едім. Әпкем, «Болды, соған бола жылап жатырсың ба? Оны мен өзім сөйлесемін, сен үндеме. Осыдан көресің, өзі-ақ келіп сені алып кетеді. Болды, жылама, барлығын өзім реттеймін» деді. Мен көзім бақырайып қарадым да қалдым. Мұны естігенімде қуана алмадым.
Серік маған үйленгісі келмейді. Демек мені жақсы көрмейді ғой деп әпкеме айта бастап едім. Әпкем: ой, қойшы соны, махаббат сүю дегенді. Жездең мені сүйем күйем деп үйлендік емес пе? Соңында не болды міне? Ұрып соғып мал қылып жібергісі келді. Әрең қашып құтылдым. Ал сенің жағдайың басқа. Сен сүйгеніңе тұрмысқа шығасың. Сенің махаббатың екеуіңе де жетеді. Оны алдап сулап өзіңе қаратып аласың. Бастысы отбасы жақсы екен. Үйлері үлкен, кең сарайдай. Жағдайлары да жақсы екен. Серігің ішпейді, білімді, тұрақты табысы бар жігіт. Осындағы талай қыздың арманы болған жігітке сен тейін деп жатырсың. Қайта қуанбайсың ба? Мен сен үшін жүгіріп жүрмін ғой, деп ұрыса сөйлей бастаған соң жарайды деп қоя салдым. Содан анамдар келген соң, аптаның соңында әпкем менің ым-жымымды білдірмей үйден шығарып салды. Дарбазадан шықсам, Серіктің көлігі тұр екен. Алайда рөлде басқа жігіт отыр. Мен оны көре салып тоқтап тұрып қалып едім. Көліктің артқы есігі ашылып, «Дорогая, я здесь, иди сюда» деген Серіктің даусы естілді. Ақырын барып қарасам, Серік отыр. Ішіп алыпты, қызу екені көрініп тұр. Оның мұндай түрін алғаш көрдім. Содан артқа шегінер жол жоқ, жанына жайғасып отырдым. Содан көлік орнынан қозғалып, Серіктің үйіне қарай емес, орталық жаққа қарай кеттік. Сол кеште Серік 2-3 көлік сыныптастарымызмен әбден тойлатты. Сөйтіп таңға жуық қана үйіне апарып, анасы мен туыстары басыма ақ орамал жауып, келін етіп түсіріп алды. Алайда бақытым ұзаққа созылмады. Мұндай жолмен жеткен бақыттың қайтарымы ауыр болды. Күйеуім беташар болған күні басы ауырып, мүлде көңіл күйі болмай жүрді. Кешке қарай алғашқы неке түнімізді де достарымен бірге кетіп қалды. Содан таң ата бірақ келді. Сөйтті де түске дейін жатып ұйықтады. Тіпті маған көңіл бөліп сөйлеспеді де. Мен өз қатемді түсініп шыдамдылық таныттым. Бірақ осының барлығы көңіліме ауыр тиді. Алайда келін болып түскен жерім жақсы еді. Ата-енем адал, жанашыр, жәйлі жақсы жандар еді. Ал үлкен қайнағам отбасымен Астанада тұратын. Кенже қайыным жақында жоғарғы оқу орнын бітіріп, жаңадан жұмысқа орналасқан екен. Күндіз үйде енем екеуміз ғана қалатынбыз. Келін болып түскелі басымнан орамалым түспей, үлкендерге сәлемімді салып, осы үйдің бар шаруасын дөңгелетіп алып кеттім. Ерте тұрып сиыр сауып, сүтін пісіріп, тауықтарды шығарып, жаңа туған жұмыртқа мен таңғы асқа неше түрлі дәмді тағамдарды дайындап қоямын. Үй ішінде жылан жалағандай етіп тазалап қоямын. Ауланында сыпырып сиырып, сарайдың ішіне дейіп тазалап қойдым. Енемнің ескірген жүгін, көрпе төсегін де жаңалап, мұнтаздай етіп бір тыным таппайтынмын. Жастайымнан үй тіршілігін жасап, ауыр еңбекке жығылдық. Мұның барлығы маған таңсық емес болатын. Ата-енемнің маған көңілдері толып, мейірлері түсіп, батасын беріп жүретін. Құрметті тыңдарман, жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнамнан алыстамаңыздар. Арнама қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.